Ассалаумалейкум, құрметті қыздар, ханымдар. Бүгін осындай құрақ көрпеше тігетін боламыз. Алдымен бөз матаны алып, 2-де 20, ені 80 алдым. Тек ішіндегі тіккенін көрсетем. Мақтаны қойып алдым. Жан жақтарын тігіп, бір шетін ғана қалдырдым. Мына жеріне құрақ құрағандай мақтаны бөліп жамап қоямыз. Енді оны қойғаннан кейін осылай аударамыз. Кілем ұқсатып ораймыз да оны аударамыз. Немесе екі жандарын, бөз матаның жандарын тікпей, жай ғана мақтаны салып, жан жақтарын қолмен көктеп тіксеңіздер де болады. Сол оңайырақ, сол кезде осылай аударып қиналмайсыздар. Шетін осылай көктеп шықтым. 0,7-0,5 миллиметрден, 1 сантиметрден тіксеңіздер болады. Осындай арнайы жібі бар. Көрпеше тігетін. Мұны көрпені сыртын тігіп дайындап қойғам. Соны астына астар сатин матасын тіктім однотонный. Осындай әдемі көрпеше шықты. Көктеп, жақсылап тігіп аламыз. Мынау теріс беті. Әрине бөз матаның тіккен кезде оны жақсылап қабып тігеміз, қабыймыз. Осындай әдемі дайын көрпеше шықты.